Қазақмыс компаниясы ұжымын әртүрлі халықтардың мерекесін ауызбіршілікпен атап өтетін үлкен, көп ұлтты отбасына теңеуге болады. Өткен айда қазақстандықтар табиғатты ұйқысынан оятып, күллі әлемге жылы қала келетін Наурыз мерекесін тойлады. Нұрқазған өндірістік кешенінде жұмыс істейтін Әбсаттаровтар отбасы Наурызды барлық жөн жоралғысымен қарсы алады. Бір қызығы, Наурыз айында дүниеге келген отағасының да есімі Наурызбай екен. У нас в семье все в Nauruze родились, начиная с моего сына. Біздің отбасымызда менің баламнан, бауырларым, апа қарындастарым мен немере інілерімнен бастап бәрі Наурызда туған. Біз үшін Наурыз олай, мерекеге толай, бір апта бойы тойлаймыз. Целую неделю празднуем. Ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр бойынша ұлық мерекеде дастарханға негізгі дәм Наурыз көже қойылады. Әуелде қарлығашқа Наурыз көже істеуді менің әкем үйреткен болатын. Мой отец, когда келіп түскен кезде үйге, сол кезде. Мерекелік тағамды әзірлеудің жолдары да көп. Әрбір отанасы оны өзінше пісіреді. Наурыз көженің шебері Қарлығаш Әбсаттарова өз құпиясымен бөлісті. Для того, чтобы приготовить Наурыз көже, нам необходима вода, соль, мясо. Наурыз көже пісіру үшін бізге су, тұз, сұр ет, бидай, тары, күріш пен құрт қажет. Пшено, рис и курт. Міне мұнау алдына ала пісірілген сорпа. Көжеге қосылатын дәмнің үшеуі дайын. Енді келесі дәм бидай. Алдын ала жуылған, енді оны сорпаға салып қайнатамыз. Әрине, сорпаға дәм беретін ет. Міне мынадай майлы қазаламыз. Жегенге қасыққа ілінетіндей етіп, ұсақтап кесу қажет. Для того, чтобы когда вот ложкой берете, оно попало. Дәстүр бойынша Наурыз дастарханын түрлі дәмге толтырған Әбсаттаровтар отбасы Қазақмыс компаниясы қызметкерлерінің отбасына да осындай молшылық пен береке бірлік тілейді.